Сәлем достар, құрметті мен көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Әр күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Кешкі асқа немесе түскі асқа не жасарларыңызды білмей отсаңыздар, мамасяй тағамын ұсынамын. Жасалу жолы да өте оңай, әрі дәмді болып шығады. Отбасыма бір жасағаннан ұнады, сіздерге де жасауға кеңес беремін. Күнделікті бір тағамнан жалыққан болсаңыздар, қамыры буда пісетін, өте дәмді болып шығатын ұйғырдың мамасяй тағамын міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен қамырына жылы су, ашытқы, қант, сұйық май және тұз қосып араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илеп, бетіне сұйық май жағып, көтерілгенше жылы жерге 1 сағат көлемінде қойып қоямыз. Қамырым тез көтерілу үшін целлофан пакет жауып, бетін орамалмен жауып қойдым. Енді табамызға сұйық май құйып, қызған майға 2-3 дана сарымсағымызды майдалап турап, қуырып аламыз. Қызарып қуырылған сарымсақтарымызды бөлек ыдысқа сүзіп алу керек. Енді 500 грамм шамасындай балғын сиыр етімізді қуырамыз. Үстіне 1 дана пиязды дана-дана етіп ашып қосамыз да қуырамыз. Аздап сәбіз қосып, оны да қуырамыз. 1,5 шай кесе су құйып, баяу отта еті піскенше пісіреміз. Менде видеода 1,5 шай кесе су құйғаным түспей қалыпты. Қамырымыз көтеріліп дайын болды. Қамырды жұқалап жайып аламыз да, бетін майлап, үстіне ас көк себеміз. Менде ас көк пен жусай. Қамырды видеодағыдай ораймыз, арасына май жағамыз, бетіне ас көк себеміз. Қалауларыңызға қарай көк жуа да сепсеңіздер болады, және бетін майлаймыз. Достар, егер сіздер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, төменде қызыл подписаться батырмасы мен қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, ең алғаш болып жүктелген видеоларымды көре аласыздар. Оралып майланған қамырымызды 2 см көлемінде кесіп шығамыз. Кесілген қамырдың 2 бөлігін бірінің үстіне бірін қойып, суши таяқшаларымен басып, оны созамыз да, кішкене бұрап, қайтадан суши таяқшамен басамыз. Видеоға мұқият болыңыздар, толық көрсетілген. Ұсынылып отырған мамасяй тағамы сіздерге ұнаған болса, төменде пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Міндетті түрде әр пікірге жауап беремін. Дайын болған қамырларымызды мантаваркада 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Етіміз пісуге таяу қалғанда үстіне аздап 40 қабат қосып, етін жауып 5-7 минутқа қалдырамыз. 5-7 минуттан кейін тәтті болгар бұрышын және қуырылған сарымсақтарымызды қосамыз. Ұсынылған мамасяй рецебі ұнаған болса, төменде поделиться батырмасын басып, әлеуметтік желіде достарыңызбен бөлісе кетуді де ұмытпаңыздар. 3 ас қасық соя тұздығын қосамыз, татымына қарай тұз, жарты шай қасық бұрыш және паприка қосамыз. Менде сиыр еті тұздалғандықтан мен тұзды азырақтау қостым. Дайын болған асымызды әртүрлетіп әсемдеп, үстіне ас көк себіп және буланған нанымызды қойып, ұсына берулеріңізге болады. Осымен біздің мамасяй тағамы дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Нұржамал. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.